Қазақстанның шығысында жатқан бұл аймақ екі бірдей елмен, Ресеймен және Қытаймен шектеседі. Оның ертеден қалған, күні бүгінгі дейін жауабы табылмаған құпия сырлары көп. Бір аңыз бойынша, Шамбаланың қақпасын дәл осы өңірден табуға болады. Армысыздар, бұл Terra Incognita бағдарламасы. Менің аты жөнім Антон Федоров, жолым түсіп, Шығыс Қазақстан облысына келіп тұрмын. Маңғазда заңғар, төбесін мәңгі қар мен мұз басқан, адам аспас биік шың, қасиетті Мұзтау тауы Шығыс Қазақстан облысында орналасқан. Өзі екі шыңнан тұрады. Шығыс жағындағысының биіктігі 4509 метр, батыс жағы 4435 метр. Ол төбесін мәңгі қар басып жатқандықтан Мұзтау атанған. 1995 жылы Мұзтау аймағы табиғи парк деп танылды. Ал 1997 жылы Алтайдың алтын таулары аталған 5 табиғи нысанның қатарында ЮНЕСКО бүкіл әлемдік мұрасының тізіміне енді. Мұзтау Қазақстан мен Ресейдің шекарасында жатыр. Ол туралы екі елдің халқы да талай жүздеген жыл бойы неше түрлі аңыз әңгімелер шығарды. Бұл тау алып дәу сияқты. Аңыз бойынша Тибетте немесе осы Шығыс Қазақстанның жерінде орналасқан киелі мифтігел Шамбалаға кіретін қақпаны күзетіп жатыр. Мұзтау туралы аңыз әңгімелер қарадан қарап пайда болмаған. Ғалымдар бұл тауға қатысты көп жылдар бойы зерттеу жұмыстарын жүргізді. Оның Тынық мұхиты, Үнді мұхиты және солтүстік мұзды мұхиттан бірдей қашықтықта жатқаны баяғыда анықталып қойды. Сол себепті оны жердің кіндігі деп санайды. Оның үш шыңы үш арқар жұлдызды белдеуінің нақпа-нақ проекциясы. Сол себепті ел аузында Мұзтау ғарышпен тілдесіп жатады дейтін аңыз бар. Оның мәңгілікке қар жамылған әппақ шыңдары пәктік пен киеліліктің белгісіндей. Мұзтау Будда дінінің бастау алған жері. Буддизмнің негізін қалаушы рухани ұстаз Гаутама Будда Үндістанға солтүстіктен ұлы таудан келді деген мәліметті салыстырып көрсек, сол айтылғаны Алтай таулары, соның ішінде қасиетті Мұзтау болып шығады. Мұзтаудың құпия сырлары мен табиғатының көз тоймайтын көркі мыңдаған саяхатшыны, альпинистер мен суретшілерді өзіне тартып тұрады. Таудың маңғаз келбеті адамды тамсандырып қана қоймайды. Оның қасына барған адамдардың көпшілігі ерекше бір сезімге бөленеді. Мұзтаумен тірі адам сияқты сөйлесуге, жаратылыс пен табиғат туралы, адамның ғаламдағы алатын орны туралы өзің бұрын білмейтін мәліметтерді алуға болады дейді. Мұзтаудың маңындағы климат өте қатал. Бұл жердің жазы қысқа да салқын, жаңбыр да қар да жауады. Тіпті жаздың өзінде мұз қататын кездер болады. Ұшар шыңында қыстың күні ауа температурасы -45-ке дейін төмендейді. Жазда -20 болатын кездер бар. Мұзтаудың сейсма белсенділігі аса қатты болмаса да, аяқ астынан қар көшіп жатады. Сол себепті ол альпинистер үшін қауіпті болып саналады. Баяғы заманда Алтайды мекендеген адамдар қасиетті тау өзіне тым жақын барып, ағаттық жасағандарды жазалайды деп санаған. Мұзтаудың жұмбақтары мен аңыздары бұдан да көп. Оның бәрін алдағы уақытта танып біліп, шешімін табу керек. Ал мен Шығыс Қазақстан облысындағы сапарымды жалғастырам. Және сіздерге оның бас қаласы туралы біраз әңгімелеп бергім келеді.
Административный... Шығыс Қазақстан облысының әкімшілік орталығы Өскемен қаласы. Ол 1720 жылы шығыстағы шекараны қорғайтын бекініс ретінде бой көтерді. Бұл қала Ертіс пен Үлбі өзендерінің тоғысқан жеріне салынды. Ал бүгінде ол Қазақстанның ең дамыған өнеркәсіптік орталықтарының бірі болып отыр. Мың 1868 жылы Өскемен қала мәртебесіне ие болды. Сауда-саттық дамып, айлақ салынды, ауыл шаруашылығы шикізаттарын өңдейтін өнеркәсіптер пайда болды. Біртіндеп қалада тамақ және жеңіл өнеркәсіп орындары құрылды. Темір жол салынды. Ал екінші дүниежүзілік соғыс кезінде ауыр өнеркәсіп дамыды. Өскеменде өзеннің жағасында сол соғыста қаза тапқан батырлардың құрметіне арналған мәңгілік алау жанып тұр. Шығыс Қазақстан облысынан майданға 91 мың адам аттанып, солардың жартысынан көбі оралмай қалған. Шығыс Қазақстан облысы аумағы жөнінен Қазақстандағы өңірлердің арасында 3-ші орында тұр. Мысалы, оның жеріне 2 Ұлыбритания немесе 2 Грекия, әйтпесе 8 Бельгия сыйып кетер еді. Ал осындай кең байтақ өңірдің басты байлығы өзінің табиғаты болып саналады. Және онысы орынды. Мен сіздерді Шығыс Қазақстан облысындағы ең әдемі жерлердің бірін аралап көруге шақырам. Шығыс Қазақстан облысы Қазақстандағы ең көрікті аймақтардың бірі. Ол жерге жылдың қай мезгілінде барсаң да рахаттанып демаласың. Бұл өңірде жалпы ұлттық деңгейдегі ауданы 1,5 миллион гектардан асатын 24 табиғатты қорғау аймағы бар. Мұнда ежелгі заманның аңыздары мен құпияларын бойына бүккен 600-ден аса тарихи ескерткіш сақталып қалған. Олардың кейбіреуі туралы сәл кейінірек айтып берем. Әуелі Шығыс Қазақстан облысының қазіргі саяхатшыларды несімен қызықтыратынына тоқталып өтейін. Итак, я в Алтайских Альпах. Сонымен Алтайдың Альпісіне келдім. Сондай әдем жер екен. Ауа райы да тамаша. Енді ана шыңға көтеріліп барам. Саяхатшылар келіп, осы жердің көркін тамашалайтыны байқалып тұр. Сәлеметсіз бе? Шығыс Қазақстан облысының күзі әдем болады екен. Красотами. Здравствуйте. Прекрасная осень в Восточном Казахстане. Говорят, сверху... Жоғардан қарағандағы көрініс керемет дейді. Қазір соған көзімізді жеткізейік.
Природа Восточно-Казахстанской области... Шығыс Қазақстан облысының тарихи ландшафты алуан түрлі және өзге жерлерге ұқсамайды. Шөлейт жерде, далада, орман алабы да осында. Дегенмен бұл өңірдің інжу маржаны әрине Алтай таулары. Бұл жердегі туристік маусым жыл 12 айға созылады. Саяхатшылар жазда келіп, таудың салқын көлдеріне шомылса, қыста шаңғымен сырғанайды. Көктемде де адам алданыш қылатын қызықтың түрі көп. Қараңызшы, мына жерден қарағанда қандай әдемі. Шығыс Қазақстан облысы табиғатының көркі швейцариялық Альпі тауларынан кем түспейді. Аспа жолға мініп, 10 минуттық жерге жоғары көтерілсеңіз, аспан мен жер астасып жатқан шыңға жетесіз. Шығыс Қазақстан облысына жай ғана тауды аралап, табиғатының сұлу көркін тамашалау үшін келетін туристер көп. Бұл жерде жаяу саяхатқа құмар жандарға арнап ұйымдастырылған, қиындығы әртүрлі деңгейде болатын туристік бағдарларда жеткілікті. Кейде тауға жасалатын жорықтар 7 күнге дейін созылып кетеді. Себебі аумағы өте кең. Оны 1-2 күнде түгел аралап шығу мүмкін емес. Бірақ мен уақыт үнемдеп, осы керемет пейзаждарды тамашалап үлгеру үшін квадроциклді пайдаланбақшы болып шештім. Қазақстандық Алтайдың аумағы өзінің бірегей ландшафты мен биологиялық алуан түрлілігінің арқасында Living Planet халықаралық ұйымы анықтаған ғаламдық маңызы бар 200 экологиялық аймақтың қатарына кіреді. Соңғы бірнеше жылдың ішінде Шығыс Қазақстан облысындағы туризм деңгейі айтарлықтай өсті. Соның арқасында өңірдің инвестициялық тартымдылығы да артты. Бұл жақтағылар аумақты абаттандыру жұмысын тұрақты түрде жүргізеді, ал туризм облыс бюджетінің қомақты бөлігін құрайды. Шығыс Қазақстан облысы туристік әлеуеті өте жоғары аймақ. Бұл жақта қазірдің өзінде заманауи курорттар, шипажайлар мен демалыс базалары салынып тасталған. Міне мына жерде жаңадан тау шаңғы трассасын салу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қыс түсіп, алғашқы қар жауысымен-ақ тау шаңғысы мен сноуборд тепкенді жақсы көретін туристер осында келеді. Шығыс Қазақстан облысы үшін туризмді дамыту бүкіл өңірдің алдында тұрған басты міндеттердің бірі. Оны іске асыру үшін мемлекет пен жеке кәсіпкерлік сектор қоян-қолтық жұмыс істеуде. Танысып қойыңыздар, Александр Челикин, бизнесмен. Өзі осында Шығыс Қазақстан облысында туып өскен адам. Бүгінде туризмді дамыту ісімен белсенді түрде айналысып жүр. Қарамағында бірнеше курорттық аймағы бар. Сол жерлердің жағдайын Қазақстаннан ғана емес, жақын шетелдерден келетін туристер қызығатындай дәрежеге жеткізу үшін еңбек етіп жүргеніне 15 жылдан асып барады. Да, вот мы сразу видим, как туризм развивается, да? Вот такая у нас рыба здесь водится. Туризмнің қалай дамып жатқанын бірден байқаймыз, солай емес пе? Міне бізде мынадай балық бар. Сондықтан келіңіз, туризмнің қалай дамып жатқанын өз көзіңізбен көріңіз. Біріншіден, бұл менің туған жерім. 63 жылы туылыппын. Содан бері 55 жыл өтті. Кезінде ақшаны жақсы таптым. Сосын оны қайда инвестиция жасасам екен деп ойладым. Әрине, бұл жердің табиғаты керемет. Бірақ ол кездері ешқандай сервис болған жоқ. Сөйтіп, 2000 жылы Изумрудныйдан бастадық. Сервистің қандай деңгейге жеткенін көрдің бе? Бұрын ата-анаммен бірге талай рет демалуға келгенмін. Бұл жер саяжай болатын. Саңырауқұлақ пен жеміс-жидек көп өседі. Ол кезде жұрт саяжай салып әуре болмайтын. Жеміс-жидек керек болса, келеді де жинап алады. Алтай әлі өзін көрсетеді. Қазір ғаламдық жылыну жүріп жатыр. Бізде тау шаңғы маусымы ұзарып барады. Жаз онша ыстық емес, жаңбыр да жауатын болған. Негізі туризмді дамытуға барлық жағдай бар. Жазы ыстық, бірақ жайлы. Қысыда бұрынғыдай суық емес, қар бар, тау бар, бәрі бар. Вот. И в принципе для развития туризма есть все условия. Есть лето жаркое, хорошее. Есть зима, которая стала не такая холодной, как была раньше. Есть снег. И есть горы. Есть все. Шығыс Қазақстан облысы кеңес үкіметі кезінде де сауықтыру орталығы іспетті болған еді. Халық мұнда денсаулығын түзету мақсатымен КСРО-ның әр түпкірінен жиналатын.
Бұл жердегі туристік инфрақұрылым содан бері біртіндеп дамып келеді. Бірақ әзір әлемдік деңгейге жете қойған жоқ. Дегенмен табиғаты көрікті және тау-шаңғы курорты мен жазғы демалыс аймақтарындағы бағасы арзан болғандықтан ішкі туризмнің қажеттілігін оңай өтеп отыр. Значит, рыбалка, пожалуйста. Вот, санаторно-курортное лечение. Балық аулауға болады. Шипажайлық курорттық ем-дом, панта бұлауы, йодты бромды бұлау, тіпті сол бұлаудың қанша түрі бар екенін санаудан жалғам. Физио ем-домның түрі өте көп. Ал ең бастысы әрине таза ауа. Алтай альпісіндегі самырсынның қарағайдың иісі туралы сөзбен айтып жеткізе алмайсың. Яғни демалуға керектінің бәрі бар. Қыста тау-шаңғы базасы жұмыс істейді. Ол жерде де шипажай бар. Әртүрлі беткейлер көп, аспа жолдар көп. Біздің өзімізде ғана 4 аспа жол, 12 беткей бар. Яғни рахаттанып демалуға болады. Одан артық не керек? Жаның жадырап қалады. Өзімде таза ауаға жиі шығып тұрам. Жасым 55-те, тіпті соған көп адам сене қоймайтын шығар. Негізі өз өміріме ризамын. Бываю на воздухе, что мне 55 лет, наверное, не все скажут. В принципе, да. Я доволен жизнью. Шығыс Қазақстан облысының тауларында жайылымдық жер көп. Алтай бұғылары, маралдар сонда экологиялық таза ортада өседі. Бұл жануарлардың жас мүйізі пантаны шығыс медицинасының белсенді түрде пайдаланып кел жатқанына 2000 жылдан асты. Оның адамды жасартатын және ағзаны нығайтатын қасиеттері бар деп саналады. Пантамен емдеу Шығыс Қазақстанның бренді. Жыл сайын 100-деген адам денсаулығын түзеп, келер жылға жететіндей күш-қуат жинап алу үшін осы жаққа қарай ағылады. Панта бұлауы, радикулит, асқазан жарасы, қол-аяқ артерияларының атеросклерозы, ревматизм, дистония, тағы басқа көптеген сырқаттарға қарсы қолданылатын күшті халықтық ем боп саналады. Сондай-ақ денсаулықты жалпы нығайтуға да көмектеседі. Люди, которые вот ездят на пантогематогены принимают, они говорят... Өздерінің айтуынша, осында келетін пантогематоген ішетін адамдары жыл бойы суық тиіп ауырмайды екен. Олардың ағзасының тонусы жоғарылайды, сабырлы, ақ жарқын мінезге ие болады. Ондай қасиет біздің бәрімізге керек. Что нам всем как бы и надо. Пантамен емдеу шығыс медицинасының ашқан жаңалығы. Ол біздің заманымызға дейін сол алғашқы қалпында көп өзгермей жетті деуге болады. Азия аймағындағы ежелгі және орта ғасырлық халық емшілердің жеткен ең үлкен табысы үнді Тибет медицинасының дәстүрлі жүйесі. Бұл жүйе әртүрлі халықтардың ең үздік білімі мен дәстүрлерін өзіне сіңіріп алған. Бойында емшілік қасиеті бар адамдар пантаны өмірді ұзартатын дәрі ретінде бұдан талай ғасыр бұрын пайдаланған. Ал соңғы кездері әртүрлі сынақтар жүргізіліп, маралдың жас мүйізінен жасалған дәрі-дәрмектің қартаюды баяулататыны дәлелденді. Пантаның еркектік қауқарды арттырып, күшін сақтайтын бірегей қасиеті бар екенін Ресейде ең алдымен 1 Петр байқаған. Соның арқасында бұғы бағатын және пантаны емдік дәрі-дәрмек жасау үшін пайдаланатын шаруашылықтар пайда болды. Одним из самых эффективных способов лечения является... Емдік шара ретіндегі ең тиімді әдістердің бірі пантогематогендік бұлауға түсу. Оны дайындаудың әртүрлі жолдары бар. Соның ішінде құрамында пантасы көп ұнтақтарды пайдалануға болады. Бірақ ең жақсысы шын мүйіздің өзінен дайындалған бұлау. Ол адамның ағзасына өте жағымды әсер етеді. жылы заманауи медицина әртүрлі саланың ғалымдарын қатыстыра отырып, маралдың қанынан бірегей концентрат өндіру технологиясын іске асыруға қол жеткізді. Сөйтіп, биологиялық белсенділігі аса жоғары ұнтақ дәрі жасап шығарды. Осы дәрінің арқасында пантамен емдеу шарасын маралдың мүйізін кесу маусымында ғана емес, жылдың кез келген уақытында жүргізе беру мүмкіндігі пайда болды. Алайда, Шығыс Қазақстан шипажайларында адамды сауықтыру үшін қолданылатын бұдан басқа да емдік шаралар көп. Туристердің арасында фитобөшкеге түсу жоғары сұранысқа ие. Бұл да кәдімгі моншаға түскен сияқты. Адам өзінің иммундық жүйесін нығайтып, бойына күш-қуат жинайды. Процедура фитобочки заключается... Фитобөшкеге түсіп, емделудің мәні мынада. Адамның ағзасына бу әсер етеді. Соның нәтижесінде дене бусанып, жіпсейді, терінің көздері ашылады. Ағза табиғи түрде тазарады. Ал буға қосылатын табиғи эфир майларының көмегімен ағзаға пайдалы заттар сіңеді.
Шынымды айтайын, бұл екі ем-домның екеуін де бекер қабылдаған жоқпын. Алдымда ұзақ жол күтіп тұр. Шығыс Қазақстан облысындағы ең керемет жерлердің біріне бармақшымын. Я приехал к месту, которое называется... Міне, Ақбауыр деп аталатын жерге келіп тұрмын. Бұл жерде неолит дәуіріне жататын көне кешен бар. Бұл орынды қазақстандық Стоунхедж деп атайды. Себебі мұнда ежелгі обсерватория шамамен 4000 жылдай бұрын жартасқа салынған суреттер мен петроглифтер сақталған. Расымен-ақ, мына жерде бір тылсым күш бар секілді. Осында келген сәтімізден бастап, біздің түсірілім тобының төзімділігін сынап жатқандай. Мына қауіпті қия жартастармен жоғары көтерілуімізге мүмкіндік беретін емес. Ғалымдардың пікірінше, ежелгі заманда бұл жерде әртүрлі жоралғылар жасалған. Олардың қандай мәні болғанын дөп басып айту қиын. Бірақ осы жер біздің келгенімізді жақтырмай жатқан секілді. Қатты жел басталды. Нөсер жаңбыр жауайын деп тұрған сияқты. Түсірілім жұмыстарын жүргізуге кедергі жасап жатқан бір тылсым күш бардай болып көрінеді. Препятствуют проведению съемок. Алайда сәлден кейін ауа райы қалпына келді. Сүйектен өтетін мұздай жел басылып, түсірілім жұмыстарын қайтадан жалғастырдық. Тас дәуірінен қалған бұл обсерватория туралы жазбаша мәлімет аз. Дегенмен оны суреттейтін жазбасы бар деректер де табылған. Олардың датасы 9 ғасыр мен 10 ғасырдың басына жатады. Ақбауырды жүйелі түрде зерттеу өткен ғасырдың 80 жылдарынан бастап қолға алынды. Соның арқасында ғалымдар оның қалай пайда болғаны, қандай мақсатта пайдаланылғаны туралы бірнеше жорамал жасады. А сейчас я вам покажу нечто удивительное и необъяснимое. Енді сіздерге адам таңғалатын, ақылға сыймайтын бір нәрсе көрсетейін. Мына тастың пішініне назар аударыңыздаршы. Бетіне бір алып адамның ізі түсіп қалғандай болып көрінеді. Ал мұндай үлкен тастың пішінін өзгерту үшін оның күші қандай болу керек десеңізші. Расымен-ақ, ақылға сыймайтын керемет құбылыс. И удивительное явление. Многие культуры древности с особым почтением относились к горам. Ежелгі мәдениеттің көпшілігі тауларға ерекше құрметпен қараған. Адам баласы биік жерлерді құдай мекендейді деп сенген. Киелі шыңдар туралы әр халықтың өз әңгімесі бар. Мысалы, ежелгі грек мифологиясындағы Олимп тауы, Кавказ халықтары эпостарындағы Арарат тауы, Тибет таулары, Жапониядағы Фудзияму осылай кете береді. Ғалымдар мына жерде ғұрыптық жоралғылар жасалған, тіпті діннің алғашқы үлгілері де осында пайда болған болуы мүмкін деп жорамалдайды. Таулар қашанда әлемнің кіндігі, жер мен көк астасатын орын, мәңгіліктің, жаратылыстың биігіне ұмтылудың белгісі ретінде қабылданды. Бұдан бірнеше мың жыл бұрын осы жерде мекендеген халық Ақбауырды киелі орын санап, оны ерекше қадірлеген секілді. Бұл кешеннің аумағы бірнеше жүз гектар жерді алып жатыр. Мына таудың бір беткейінде ежелгі суреттер мен жазулар сақталған үңгір бар. Оған жету үшін 5-6 басқыш жоғары көтерілу керек. Яғни жоғарғы әлемге қарай шығасың. Шынымды айтайын, жоғарға көтерілу жолы онша ұзақ емес. Бірақ анау айтқандай оңайда емес. Жылдың салқын кезінде мына жартастардың бетін жұқа мұз жабады екен. Сондықтан аяғым тайып, төменге қарай құлап кетпеу үшін өте сақ болуым керек. Обратите внимание,
на интересную форму. Қараңыздаршы, мына тастағы саңлаудың пішіні қызық екен. Адамның жүрегіне ұқсайды. Кім білет, мүмкін ежелгі заманда біреу өзінің ғашығына арнап, осы жерге сәлемдеме тастап кеткен шығар. Любовное послание. Дегенмен, ақбауырдың атқарған міндетіне келсек, зерттеушілердің басым бөлігі бұл жерді ежелгі замандағылар обсерватория ретінде пайдаланған деп пайымдайды. Үңгірдің пішіні көшпенділердің дәстүрлі баспанасы киіз үйге ұқсап тұр. Бұл екі мәдениеттің жақындығын білдіреді. Біреуі бұдан 4000 жыл бұрын болған, екіншісі қазіргі заманға жатады. Үңгірдің бетіндегі жүрек іспеттес табиғи саңлауда қолмен өңделген із бар. Оны түнгі аспандағы басты шоқ жұлдыздардың қозғалысын бақылаған адам өзінше бір бағдар жасау мақсатымен жөндеген болуы мүмкін. Біздің заманымызға дейін ақбауырда жартастарға салынған 80-ге жуық сурет сақталыпты. Ежелгі адамдар өздерінің баспаналарының, арбаларының, жан-жануарлардың суретін салған. Сондай-ақ өздеріне ғана түсінікті таңбалар мен белгілер қалдырыпты. Суреттерді негізінен охрадан жасалған бояумен немесе жан-жануарлардың қанымен салған. Сол себепті олардың түсі күреңдеу болып тұр. Осы суреттерді зерттеу қолға алынғаннан кейін ғалымдардың арасында петроглифтердің пайда болуы мен мағынасы туралы бірнеше пікір пайда болды. Зерттеушілердің бір тобы мұны ежелгі адамдардың өз өмір тарихын бейнелеу әдісі болуы керек деп болжады. Мысалы, малдардың суреті ежелгі тайпалардың мал шаруашылығымен айналысқанын, арбалар көне халықтардың алысқа көшіп қонғанын білдіреді. Енді бір ғалымдар бұл жазбаларға мистикалық мағына береді. Мына суреттерді жұлдызды аспанның көшірмесі мұз дәуірінде халықты құтқарудың жолын көрсетіп тұр деп санайды. Ал кейбір зерттеушілер тіпті бұл белгілерді жат ғаламдықтардың келгенін білдіреді деп жорамалдайды. Вот это место служило древней обсерваторией. Мына жер ежелгі обсерваторияның қызметін атқарған. Мынау бақылау орны. Егер мұқият қарасаң, мына тастың ұшы ана таудың шыңымен дәлме-дәл келеді. Сөйтіп темір қазықтың қай жақта екенін көрсетеді. Ана таудың шыңы батыстың, ал мынау шығыс жақтың бағытын білдіреді. Осы жерді бұдан 4000 жыл бұрын мекендеген адамдардың астрономиядан хабар болған. Уже знали, что такое астрономия. Ученые утверждают, что сохранившиеся на Ғалымдар ақбауырда сақталып қалған таңбаларды ежелгі тайпалар жол табу үшін пайдаланған белгілі бір бағытты бейнелейтін карта болу керек деп жорамалдайды. Халық сол суреттер бойынша жердің ой-шұқырын танып, өздеріне жаңа қоныс іздеген. Для себя новые земли для поселений. Зерттеушілердің арасында туған осы кешендегі таңбалар жұлдызды аспанның картасы ма, әлде адамзатты құтқарудың жолын көрсетіп тұрма деген дау өте қызық. Ол Кенді Алтай жерінде орналасқан ежелгі заман мәдениеті ескерткіштерінің ішіндегі ең көрнектісі және жұмбаққа толы ақбауырдың бірегейлігін білдіреді. Кім біледі, бәлкім болашақта біз, әйтпесе біздің ұрпақтарымыз осы ежелгі петроглифтердің жұмбағын шешіп, бұдан 4000 жыл бұрын өмір сүрген ата-бабаларымыз қалдырған сәлемдемені оқитын күнде келетін шығар. Шығыс Қазақстан облысына жасалған саяхатым осымен аяқталды. Бұл өңірдің көрсе көз тоймайтын табиғаты мен қызықты тарихынан өте үлкен әсер алдым. Енді осы бір ғажап, әдем аймақты Қазақстан ғана емес, бүкіл әлем танып білетін шығар деген үмітім бар. Бұл Terra Incognita жобасы. Менің аты-жөнім Антон Федоров. Келесі бағдарламада жолыққанша аман сау болыңыздар.